Сәлем достар, бүгін біз сіздермен 11 сыныпта келген мемлекеттік емтиханның есептерін талдайтын боламыз 2025 жылғы ЖМБ бағыты, иә. Так, олай болса, бірінші есеп жұп функция дейді, яғни f от x ол бізде x квадрат қосылған m-1x функциясы жұп болу керек дейді. Жұп функцияның қасиеті ол f-x ол тең fx-ға. Енді бұл жерде, яғни біз екі қарама-қарсы санды қойсақ, олардың осы функцияның мәндері бірдей болу керек екен. Олай болса, мысалға санды қоя салайық, иә. -1 мен 1-ді қояйық. Сонда f-1 ол маған -1-дің квадраты қосылған m-1 көбейту -1, ал f1 ол бізде 1-дің квадраты қосылған m-1 көбейтілген 1. Енді бұдан не түсінеміз? 1 қосылған мұна көбейтсек 1 минус m болады. Мұнда 1 қосылған m-1 болады. Бұлай. Енді теңестіріп жүрейік. 2 азайтылған m тең m-ға, сонда 2m тең 2-ге, m тең 1-ге. Олай болса, жауабы m тең 1 болғанда функциямыз жұп болады екен. Так, келесі есепке көшейік. Функцияның ең кіші оң периодын анықта дейді. Жалпы бізде синус, косинустарда функцияның ең кіші оң периоды ол бізде 2π бөлінген модуль k болады екен. Олай болса, формула қойық. Т тең 2π бөлінген. Енді k дегеніміз ол әрине x-тің аргументтің коэффициенті болады. Бұл жерде k-ның орнында 2 тұр екен. Сонда жауап пи деген жауап шығады екен. Жауап С нұсқасы. Келесі. Логарифм. lnx функциясы туындысы. Еске түсіріп кетейік. lnx-тің туындысы ол бізде 1 бөлу x. Енді қарайық. Бұл жерде x-тің енді күрделі функция болғандықтан аргументі осындай болып тұр, демек мына жерде сол қалу керек деген сөз. Яғни y' бізде 1 бөлінген аргументі болады екен. X квадрат минус 6x қосу 5 болады екен. Көбейтілген. Енді бізде күрделі функция болғандықтан аргументтен жеке туындалыну қажет. Олай болса, бізде x квадрат минус 6x қосу 5-тен жеке туындалайық. Ол бізде 2x минус 6 болады екен. Енді көбейтіп жүрсек, x минус 3. Мынаны жіктей салайын. X минус 5, x минус 1 болады екен. Енді x-тің орнына 0-ді қойып жерсек не болады? 0 азайтылған 3, 0 азайтылған 5, азайтылған 1. Енді мына жерде де формуланы орнына қойсаңыздар болады, 2-ні минус 3-ке көбейтем минус 6, мұнда минус 5 көбейту минус 1. Онда бізде минус 6 бөлінген 5 деген жауап, яғни А нұсқасы шығады екен. Ары қарай кеттік. Бізде логарифмға есептер беріліпті. Ең алдымен 3-тен 1 дегенді біз ол 3-тің минус 1 дәрежесі екенін пайдаланайық, Онда логарифм 3 негізді 5 қосылған 3-тің минус 1 жақшан сыртында логарифм 3 негізді 5. Енді еске түсірсек, дәреженің қасиеті. Дәреженің дәрежесін табу үшін, яғни жақшаның дәреже тұр, оның сыртында тағы бір дәреже. Онда дәреже көрсеткіштері бір-бірімен көбейтіледі. 3 негізді 5 қосылған 3-тің минус логарифм 3 негізді 5. Так, енді осы жерде екеуінде байқасақ, 3-тің минус логарифм 3 негізді 5 деген дәрежесі бар екен, Мен бұлай жасай салайыншы. Так, 3-тің квадраты көбейтілген 3-тің минус логарифм 3 негізді 5 қосылған 3-тің минус логарифм 3 негізді 5. Енді ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарсақ, онда бізде 3-тің квадраты ол 9. Онда бізде не шықты? Так, 3-тің квадраты ол бізде 9, анау бізде сонда 10,
Так. Я. 10 и... Көбейтілген 3-тің логарифм. Енді логарифм қасиетін қолданайық. 5-тің -1 дәрежесі болады, я? Алдындағы коэффициент ол дәреже болып шығатынын еске түсіреміз. Онда, сосын мынандай қасиеті бар. А лог А негізді Б болса, ол қысқарып кетеді деп ойлайсыздар ма, тез қылу үшін. Но тек логарифмнің саны ғана қалып қояды екен. Аргументі дейсіздер ма? Сол қалып қояды. Олай болса, бізде мынау ғана қалады деген сөз. Онда 10 көбейту, бұл жерде не шығады? 5-тің -1 дәрежесі, яғни 5-тен 1 қысқартып жібереміз, сонда жауап 2 деген жауап шығады екен. Ары қарай кеттік. Бізде мынандай күрделі функция берілген f gx, яғни gx f-тің ішінде тұр деген сөз. Яғни gx мынау болса, мен оны мына x-тің орнына қоям деген сөз. Күрделі функциясы. Яғни жазайық f gx, ол менде түбірдің астына x-тің орнына e-нің x квадрат қосу 5 деген нәрсе жазу пайда болады. Енді осының орнына, x-тің орнына біз 2-ні қояйық. Сонда бізде e-нің 2-нің квадрат қосу 5. Енді түсінікті. 2-нің квадраты ол бізде 4 қосу 5, яғни 9 дәрежесі болады. И мынау түбір, я? Түбір ол бөлшек дәрежеге айналады. Сонда e-нің кубы болады екен. Жауап С нұсқасы. Келесі. Жол сандықтың коды 1, 2, 3, 4, 5 цифрларынан тұрады дейді. Осы цифрлардан тұратын 3 таңбалы кодты қанша тәсілмен жасауға болады? Енді бұл жерде қайталанатын, қайталанбайтын деп айтылған жоқ. Демек, қайталану мүмкін, я? Яғни бірінші тұратын таңбаға 1, 2, 3, 4, 5-ті қоюға болады. Дәл солай екіншісіне де қоюға болады. И дәл солай үшіншісіне де. Осы вариациялар қараңыз. Мынаумен былай кету мүмкін, былай деп кету мүмкін. Яғни каждыймен осылай варианттар құралады. Сонда біз ұяшықтар әдісінде, яғни көбейтіп шығады екенбіз. Яғни біріншісінде 5 вариант, екіншісінде 5 вариант. Сонда көбейтілсе 125, яғни жауапты болады екен. Былай ғой, 1, 1, 2 деген сияқты, 1, 1, 1, 1, 1, 3 деген сияқты. Осылай бүкіл варианттарды құрастырып шықсақ, сонда бізде барлығы 125 вариант болады екен. Так, келесі. Лимит, я? Шекті анықтау үшін бірінші орнына қойып көреміз. Орнына қойған кезде бізде не болады? 2 көбейту 2 азайту 4 бөлінген 3 азайту 2 қосу 7. Бұл жерде түсінікті. 4 азайту 4 0, 3 азайту 3, яғни 0 бөлінген 0 анықталмағандық болды. Енді анықталмағандық болса, бізде жауабы жоқ. Мына жерде ондай жауап анықталмағандықты біз жоюымыз керек, бір амалды қолданып. Ол үшін біз қараймыз, бөлімінде түбір бар, демек иррационалдықтан құтылуымыз қажет. Енді иррационалдықтан құтылайық, мен жеке иррационалдықтан құтылып алайын бірінші, сосын қайтадан орнына қоя саламын. Так, 2х минус 4, 3х плюс 7. Так, иррационалдықтан құтылу үшін, онда мен 3 қосылған түбір х плюс 7 дегенді көбейтем. Енді осы жерден бөлімі бізде қысқаша көбейту формуласы а минус б, а плюс б, яғни а квадрат минус б квадрат, яғни 3-тің квадраты азайтылған плюс 7-нің квадраты. Бұл жерде түбір мен квадрат қысқарып кетеді деп айтсақ болады. 2-ні жақшан сыртына шығарайын, х минус 2, 2х минус 4 дегеннен. Мұнда 3 қосылған түбір х қосу 7. Енді мына нәрсені байқайық. Бізде 9 азайтылған х плюс 7 ғой. 9 қосылған х плюс 7, бұл жерде х плюс 7 дейік. Сонда х минус 7 болады екен. Ондай болса, минус 2. Так, түбірімді до конца апарайын. Мына нәрсені байқайық. Х азайтылған 2 тұр, мұнда 2 азайтылған х тұр. Бұл екен бір-бірімен қысқартсақ болады. 3 қосылған, яғни бұл есеп өз сол қысқартуға берілді деп айтсақ болады. Өйткені осы 2-ні қойған кезде осылар 0-ге айналып кетіп тұр ғой, мынау мен мынау 0-ге айналып тұр деген сияқты ғой.
Так, енді қысқартып жіберемін. Сонда менде -2 3 қосылған түбірасты x плюс 7. Енді лимит, яғни 2-ні қоя салайық, осылай жазып. -2, мынау x ұмтылады 2-ке. Онда бізде нені береді? Орнына қойған кезде. -2. 2 қосу 7 түбірастында, ол бізде түбірасты 9, яғни 3. -2-ні 6-ға көтем, -12. Жауап е нұсқасы. Келесі көшек функцияның экстрем нүктелерін табыңыз дейді. Бірінші туындысын табайық, сосын нөлдерін анықтаймыз туындысының. Олай болса 12x квадрат қосылған 6x минус 18. Енді нөлдерін анықтау үшін нөлге теңестірейік. Жалпы 6-ға бөліп жасам болады екен. 2x квадрат қосу x азайту 3 тең 0. Бұдан мен 2 жауап көріп тұрмын. Біреуі 1,5, минус 1,5 және 1 деген жауапты көріп тұрмын. Енді бұны мен интервалдар әдісін, яғни интервалдар арқылы таңбаларын анықтасам болады. Минус 1,5 және 1. Енді біз білеміз, мынау коэффициент бізде плюс болғандықтан плюс, минус, плюс болатын анықтай аламыз. Енді бізге еске түсірейік. Плюс болғанда жоғары көтеріледі, минус болғанда төмен қарай түседі, плюс болғанда қайттан көтеріледі. Енді түсінікті 1,5-ға дейін көтеріледі, одан кейін түседі минус 1,5. Осы минус 1,5, x минус 1,5 болғанға дейін ол көтеріледі, яғни өсіп жатады, одан кейін ары қарай түсіп кетеді. Демек, бұл бізде максимум нүктесі болады деген сөз, минус 1,5. Яғни x максимум ол бізде минус 1,5. Ал x минимум керісінше төмен қарай кететін, ол төмен қарай түсіп көтерілетін болса, ол бізде минимум нүктесі, максимум минимум. Өз былай ғой. Тау пайда болады дегенді білдіреді, өзі мына жоғары қарай көтерілді, и төмен қарай түсті. Осы точка максимум нүктесі. А дальше бізде былайынан төмен қарай түсті, я? Төмен қарай түсті, одан кейін көтерілді. Бұл минимум нүктесі болады. Так, дальше кеттік. Бұл бізде минус 1,5 мен 1, яғни d, я? Жауабы d болып тұр екен. Келесі. Функцияның графигі p64 дейді, яғни x, y ғой, я? Нүктенің. Онда нүктесіне өтетін болса, онда орнына қойайық. P-ны анықта деп тұр ғой. Онда біз 4-тен 1-дің мына жерде x-ің орнына p деп жазайын, p азайту 3, ол бізде 64-ке тең. Енді мынау бірдей негізге келтіруге тырысайық, 4-тен 1 дегеніміз ол 4-тің минус 1 дәрежесі. Минус 1 дәрежесі. Минус 3, ал 64 дегеніміз ол 4-тің кубы. 4-ті 3 рет көбейтсек 64 шығады. Енді дәреженің дәрежесі болғанда көбейтеміз деп едік. Сонда минус 2p қосылған 3 тең 4-тің 3-ші дәрежесі. Енді негіздері бірдей, демек дәрежелерін теңестірсек болады. Минус 2p плюс 3 тең 3-ке, минус 2p тең 0-ге. Демек, p тең 0-ге. Жауап С нұсқасы екен. Келесі. Енді бұл жерде қысқаша көбейту формуласын қолдануға болады. Дәреже түбірлері бірдей болғандықтан бір түбірге алып жүрсек болады. Түбір дәрежелер бірдей болса. 9. Енді мынау бізде қысқаша көбейту формуласындағы екі өрнектің квадраттарының айырымы. Яғни a плюс b, a минус b, ол a квадрат минус b квадрат деген формуланы береді. A квадрат, яғни 9-ның квадраты, азайтылған түбір 17-ның квадраты. Сонда 81 азайту 17. А бұл дегеніміз 64. А біз бағана айтып кеттік, 64 ол 4-тің кубы. Яғни жауап С нұсқасы. Келесі. Функцияның анықталу болусын тап дейді. Жалпы логарифмдік функцияда жазып кетейік. Егер негізі ол 0-ден артық және 1-ге тең емес болу керек, жалпы. Ал b артық 0-ден. Бұл жерде енді негізі нақты бір сан болып тұр. Демек біз тек қана аргументін қараймыз. Онда бізде x минус 3, x квадрат минус 25 артық 0-ден. Яғни тек b-ны қараймыз. Өйткені a-мыз нақты бір сан болып тұрушы. Онда
Бұндай теңсіздікті шешкенде біз жіктеп нөлдерін интервалға саламыз, интервалдар әдісімен шығарамыз. Яғни ары қарай бізде не болады? Бұл теңсіздік бұлай ауысады екен. X минус 3, X минус 5, X плюс 5, яғни қысқаша көбейту формуласымен енді нөлдерін салайық. Бізде минус 5, 3 және 5 деген сандар болады. Таңбалары плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек плюс аралықтар. Демек, минус 5-тен 3-ке дейін және 5-тен плюс x-ке дейін деген жауап болу керек. Яғни бұл А нұсқасы болады екен. Келесі, математикалық күтімді анықта десе, бізде ықтималдылықтармен немесе жиіліктер, салыстырмалы жиіліктермен берілсе, онда біз көбейтіп қосындысын табады екенбіз. Яғни xi, pi-лардың қосындылары керек деп айтсақ болады. Онда математикалық күтім бізде 2 көбейту 0 бар, қосылған 3 көбейту 0 2, 4 көбейту 0,3, 5 көбейту 0,3, 6 көбейту 0,1. Есептеп жерсек, 0,2, 0,6, 1,2, 1,5, 0,6. Осы жерден 0,6 мен 0,6 1,2 береді. Ал 1,2 мен 1,2 ол бізде 2,4 береді. Енді 2,6 мен 1,5 қоссақ, ол 4,1 береді екен. Яғни В жауабы дұрыс болып шықты. Келесі, арк косинус минус түбірасты 3 бөлінген 2 дейді. Жалпы косинус минус болғанда, арк косинус болғанда, біз бұлай жасап аламыз, яғни пи минус арк косинус түбірасты 3 бөлу 2 деп аламыз. Яғни плюс вариантын қараймыз. Минусын мұна пи минус деп алмастырып алдық. Енді пи азайтылған. Енді мұна жерде қарайық. Қай градуста ол бізде түбірасты 3 бөлінген 2. Яғни ол бізде пи бөлінген 6. Ортақ бөлім келтіріп жүрсек, сонда бізде 5 пи бөлі 6 деген жауап шығады. Келесі, есептеңіз дейді. Жалпы AX DX болса, оның интегралы AX бөлінген ln A болады. Осы формуланы қолдансақ, ал ln 2 деген ол бізде коэффициент. Демек, бұлай, коэффициентті алдына шығарып жүрсек болады. Интеграл 2-нің x dx. Ойбай. Так, енді қарайық. ln 2 көбейтілген. Мына формула бойынша жазсақ, 2-нің x бөлінген ln 2. Онда ln 2-леріміз қарып кетеді екен. Бізде сандарымыз, шектеріміз ол 1-ден 3-ке дейін. Так, тең. Бірінші 3-ті қойық. 2-нің 3-ші дәрежесі азайтылған. 2-нің 1-ші дәрежесі. Ондай болса, 8 азайту 2 тең 6 деген жауап шығады екен. Ары қарай кеттік. Так, 2-ден 1-дің кубы. Так, бұл жерде қарайтын болсақ, 2-ден 1, 9, 4, 9, 27, 3-тен 1, яғни бізде 2 мен 3-тің дәрежелері екен, негізінен. Сонда 2-ден 1 дегеніміз ол 2-нің минус 1 дәрежесі, демек минус 3 деп жазсам болады. Өйткені минус 1 мен 3-ті көбейтем. 9 дегеніміз 3-тің квадраты, оның сыртында минус 2-ден 1 дәрежесі бар. 2-нің квадраты, оның сыртында 2-ден 3 дәреже. Енді соңғысын 8-дің 0 дәрежесі ол 1-ге тең, жазбай қойын. Келесі 3-тің квадраты, 3-тің кубы, мұнда 2-ден 1 дәрежесі. Так, 3-тің минус 1 дәрежесі и 2-ден 3 дәреже. Так, қарайық. 3-тің квадраты, мұнда 3-тің 2-ден 3 көбейту 3-тің минус 2-ден 3. Жалпы көбейтуде дәрежелер қосылады. Онда екеуінде қарама-қарсы сандар. Демек 3-тің 0 дәрежесі шығып кетеді екен. Мұнау 3-тің квадраты қалып қояды. Сонда бөлімінде 3-тің квадраты болады екен. Келесі, алымын қарайық. 2-нің минус 3 және мұнау бізде қазір 2 мен 2-міз қысқарып кетсе, онда 2-нің минус 3 пен 2-нің 3 қазір бұларда 2-нің 0 дәрежесін береді. 2-нің 0 дәрежесін береді. Ол да 1-ге тең болып кетеді. Келесі бізде
3-тің, так, мына қысқарса -1 дәрежесі болады екен. Сонда бізде 2-ның нөл дәрежесі ол 1, ал мында 3-тің -1 дәрежесі қалды, бөлімінде 3-тің квадраты қалды. Олай болса, 3-тің -1 азайту 2 дейік, яғни бөлу болса біз дәрежелерді азайтамыз. 3-тің -3 немесе былайша айтқанда 27-ден 1 деген шықты, ол бізде е нұсқасы екен. Кеттік ары қарай. Б бөлімі функциясының туындысын табыңыз дейді. Яғни функция бізде жалпы негізі x дегеніміз, яғни x-тің n дәрежесінің формуласы, осының туындысы бізде қалай еді? n x n-1, ал түбір дегеніміз ол бізде 2-ден 1 дәреже. 2-ден 1 дәреже деп туындалсақ, онда алдына 2-ден 1 коэффициент түседі. Ал 2-ден 1-ден 1-ді азайтсақ, онда біз яғни 1 бөлінген, яғни минус дәреже болғанда ол бөлімінде тұрады деген сөз. Түбір асты x болады екен. Так, қолданайық осылай, онда y' 6 көбейтілген, түбір x-тің туындысы онда 1 бөлінген түбір асты x. Ал 5-тің санының туындысы 0-ге тең. Онда мынау екеуі қысқарады. 3 бөлінген түбір x деген туындысы шығады екен. Так, келесі. 6 түбір асты x -5 қисығына жүргізілген жанама түзуіне параллель дейді. Енді жалпы түзулер параллель болу үшін, шарты ол k1 тең k2 болу керек. Яғни k-лар тең бұрыштық коэффициенттері. Онда біздің жанаманың теңдеуінің коэффициентін анықтадық деген сөз. Яғни жанаманың теңдеуінің коэффициенті ол 3-ге тең екенін байқаймыз. Ал жанаманың теңдеуінің коэффициенті ол бізде f' x0-мен байланысты екен. Яғни берілген функцияның x0-дегі туындысымен бірдей болады деген сөз. Онда біз осы x0 нүктесін анықтап алайық, қазір. Так, бағана біз мынандай нәрсені анықтаған болатынбыз. f' x0. Яғни бізде f' x дегеніміз ол бізде 3 бөлінген түбір асты x еді. Онда x0-мізді қойып жүрсек, 3 бөлінген түбір асты x0. Ол бізде мұнда бұрыштық коэффициентіміз 3-ге тең. 3-ге тең. Теңестіреміз, осы жерден түсінеміз. Ол 1-ге тең, демек x0 1-ге тең екенін таптық. Енді жанаманың теңдеуінің формуласын еске түсірейік. Y тең fx0 қосылған f'(x0) x минус x0. Енді бізге қажетті x0-іміз бар, бірақ fx0-іміз жоқ екен. Бірінші fx0-ді анықтап алайық. Яғни f1 дейік, x0-іміз ол 1 ғой. Онда бізде 6 көбейту түбір асты 1 азайту 5, бұл дегеніміз 6 азайтылған 5 тең 1-ге тең екен. Олай болса, орнына қояйық. 1 қосылған. Енді f'(x0) ол k екен, бізде жаңа жазып кеттік, ол 3-ге тең. Енді x азайту x0 дегеніміз ол 1-ге тең. Онда жақшаны ашып жібереміз. 3x минус 3, онда 3x минус 2 деген жауап шығады екен. Ары қарай кеттік. fx тең синус x бөлі 2 функциясының fx алғашқы функциясын табыңыз дейді. Кесте бойынша бұлай, бізде жалпы интеграл синус x dx болса, ол бізде минус косинус x плюс c, короче. Енді fx минус косинус x бөлі 2, косинус x бөлі 2 қосылғанса, бірақ мен нені ұмытып жатырмын, мұнда k-сы бар, k. Бізде мынандай да бір формуламыз бар. Интеграл fkx болса, онда бізде бір бөлінген k fx болады екен. Жалпы. Яғни коэффициентіне кері сан шығады. Яғни 2-ден 1-ге кері сан, ол бізде 2 болып шығу керек екен. Так, ары қарай кеттік. Синус x бөлі 2 функциясының графигімен және x тең 2π бөлі 3 нүктелермен шектелген жазық фигураның ауданын табыңыз дейді. Енді сіздер бірден орнына қойып шықсаңыздар болады, бірақ мен бірінші түрлендіру арқылы салым деп тұрмын. Сонда бірінші y тең синус x салып аламыз. Потом синус x бөлі 2. Y1 болсын.
y2 дей салайын. Синус x бөлу 2. Так, бірінші мен көк пен салып шығайын. Мынау бізде 1 болсын. Так, мынау бізде пи бөлу 2 болсын. Мынау бізде пи болсын. Пи бөлу 2, пи 3пи бөлу 2. И дальше кетеді. 2пи. Мына жерде солай. Минус пи бөлу 2. Минус пи. 3пи бөлу 2. Енді қарайық. Біздің графигіміз қандай еді? 0-ден 0 синус x-тікі. Бұлай 1. Осылай кететін еді. И осылай кетеді. Минус 1 деген сияқты. Мен бұны үзік сызықпен сала салайын. Енді бұл кезде периодымыз қандай еді? Т тең 2π ғой. Ал мына жерде период өзгерді. Т тең 2π бөлу 2-ден 1. Яғни бізде 4π. Периодымыз үлкейіп кетті. Демек, менің графигім мынау қазір периоды 2-ге тең болып тұр. Оны периодын 4 толтыруымыз керек деген сөз. Так, олай болса, яғни мысалға мен қазір мынау мәнім, яғни 1 болып тұрған мәнім, келесі мысалға менде 2π-ден мына жерде келеді ғой. Так, 2π периодтан кейін келеді ғой, 5π бөлінген 2 деген сияқты. Немесе мынаның мәні, мына 0-дегі мән 2π мен сәйкес келіп тұр, 0-дегі мән 2π мен деген сияқты. Біз осыны 4π-ге ауыстырады екенбіз. Яғни бұлайша айтқанда біздің мына мәндеріміз, пи бөлу 2-дегі мәніміз, ол бізде пиға ауысады. Басқа уже 2 есе үлкен санға ауысады x-іміз. Келесі пидағы мәніміз 2π-ға ауысады деген сөз, 0-іміз. Яғни мынандай болады екен графигіміз. Келесі дәл солай минус пи бөлінген 2-де бізде минус 1 болса, бізде екінші графигіміз ол минус пида болады екен. X-іміз 2 есе үлкейіп отырады. И дәліш кетеді, дәл солай. Яғни бізде қара функция бізге қажетті функциямыз екен. Енді осы жерден пи мен 2π бөлу 3, мына жерде болады екен. Пидағы мәні ол 1-ге тең. Келесі 2π бөлу 3 дегеніміз ол. Так, ол мына жер болады да. Так, жоқ, мына жер болады екен. Мына жер. Сонда осы аралықтағы бізде фигураның ауданы тап деп тұр екен. Енді жалпы фигураның ауданы тап десе, онда түсінікті ғой. Бізде бағана уже интегралын анықтап қойдық, Так, онда біз интегралын тауып аламыз, да? Осы шектерді қойымыз керек деген сөз. Яғни мен былай жазам. 2π бөлу 3-тен пиға дейін синус x бөлу 2-нің интегралы. Біз бағана интегралын анықтадық, ол бізде минус 2 косинус x бөлу 2. Енді бұлайнан шектерін қойық. 2π бөлу 3-тен пиға дейін. Так, енді пиді қойық та, бірінші пи қойғанда минус 2 косинус пи бөлу 2. Азайтудан кейін минус болғанда плюс қылып жере салайық. Косинус 2π бөлу 3-ті 2-ге бөлсек, ол 2 мен 2 қысқарып кетеді, сонда пи бөлу 3 болады екен. Так, енді мынау косинус 90 градустан 0-ге тең. Ал пи бөлу 3-те косинусымыз 60 градуста, ол 2-ден 1-ге тең. Сонда жауабы 1. Бұл ауданды есептеудің формуласы ғой. Сонда бізде бір бірлік, аудан бірлік деймі? Солай, 1 квадрат бірлік. 1 квадрат бірлік екен. Ауданы бірлік. Так, келесі. Теңсіздігін шешіңіз дейді. Енді мынаған қарайық. Бізде бұлай дейді.
x кіші түбір астында x квадрат қосылған 2x минус 3 дейді. Бұл жерде мынандай жағдайлар бар. Бізде x айнымалы болып тұр ғой. Егер менде x үлкен 0 болса, онда мен екі жағын квадраттап шығаруым қажет. Онда мен екі жағын квадраттаймын. Сонда x квадрат кіші түбір астындағының квадратын аламыз. Енді екінші жағдай, егер x кіші 0 болса, егер 0-ден кіші минус сан болса, ал түбірден бізден кез келген жағдайда теріс емес сан шығады. Демек, яғни анықталу облысындағы барлық саны сәйкес келе береді. Демек, бұл жерде яғни y деп айтайын десем, жоқ. Жарайды. Түбірдің анықталу облысы, сонымен сәйкес келу керек екен. Осы екеуін біріктіреді екен. Так, олай болса, x үлкен 0-ден, так, x артық 0-ден, келесі x квадрат қосу 2x минус 3. Так, x кіші 0-ден болғанда анықталу облысы дедік. Осы жерде бізде қалай? Так, x квадрат қосу 2x минус 3. Енді түбір астындағы сан теріс емес, яғни ол 0-ге үлкен болуы мүмкін, 0-ге тең болуы мүмкін. Так, мына жерде де негізі біз анықталу облысымен қарастыруымыз керек. Так, x артық 0-ден. Енді мына жерде x квадраттарым кетіп қалғандықтан 2x артық 3-ден. Так, x кіші 0-ден. Мұнда жіктеп жерсек болады. Бұл жерде қалай жіктеледі? X минус 1, x плюс 3, x минус 1, x плюс 3. Артық не тең 0. Так. Салайық. Егер x 0-ден артық болса, онда бізде 1,5-нан артық дейді. Так, бұл біріншісі. Екіншісін қарайық. Егер 0-ден кіші болса дейді, минус болса, онда анықталу облысындағы жауаптың барлығы шешімі болып есептелінеді. Онда бізде минус 3 пен 1 салайық. Минус 3 и мұнда 1. Бізде плюс минус плюс, былай. X нүктелеріміз былай. Ойбай, плюс минус плюс, бізге плюс аралықтар керек. Демек, бұның қиылысуында осындай жауап. Негіз мына жерде анықталу облысын салсақ, тоже бірден үлкен, негіз. Бірден үлкен деп айтсақ, былай қиылыстырсақ, үшеуінің қиылысуы мынау. Енді 3 минус 3 деген жағымыз уже қиылыспай қалады екен. Сонда бізде қазір біріктіретін жағдайға келдік уже. Біріншісіндегі жауап бізде 1,5-нан плюс x-ке дейін болды. Ал екінші жағдайдағы жауап бізде қиылысу аралық минус x-ке минус 3-ке дейін. Енді осы екеуін біріктіретін болсақ, жауап мынандай болады. Минус шексіздіктен, қиылысу аралық жоқ болса да, біз оны бірігу деп жазамыз. Минус 3-ке дейін. Бірігуі 1,5-нан плюс x-ке дейін. Енді осы жерде сіздер шатасып кетпеулеріңіз керек. Екеуінің қиылысу аралығы жоқ деген сияқты, шешімі жоқ деп. Бұл бірігуін анықтаймыз. Яғни біз екі жауабы да сәйкес келе береді. Екі жағдайда да жауабы бар да. Екі жағдайында. Екеуі бір уақытта орындалу керек емес бізге. Екеуі де жауапқа саналады. Так, келесі. Теңдеуінің түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз. Так. Ең алдымен мынандай нәрсеге назар аударайық. 4-дің x дәрежесі, 9-ның x дәрежесі, 6-ның x дәрежесі. Яғни бұл бізде бір текті, неге? 2-ның квадрат тұр, 3-дің квадрат тұр, 2 мен 3-дің көбейтіндісі тұр.
бір тектіге айналдыруға болады деген сөз, бір текті теңдеулерге. Онда бізде біреуіне бөліп тұтауымыз керек. 4-тің x немесе 9-ның x дәрежесіне бөліп тастасақ болады. Мен 4-тің x дәрежесіне бөліп тастайын деп шешіп тұрмын. Так, онда бізде 12 көбейтілген 4-тің x бөлі 4-тің x дейік. Қосылған 18 көбейті 9-ның x дәрежесі бөлінген 4-тің x дәрежесі. 5 көбейтілген бөлінген 4-тің x дәрежесі. 2 қосылған 8. Бұлай жасақ, жақсын сыртына шығар жүрсек, онда 2x дәрежесі деп айтуға болады. Мына жерде қысқартып жүрсек, онда осылай айтуға болады. Сосын 2-ден 3-ті x дәрежесін біз бір t деген жаңа айнымалы енгіздейік. Онда 18t квадрат минус 35t плюс 12 тең 0. Так. Енді. Так, дискриминантпен шығарамыз ба енді? Жарайды, шығарайық. 35-тің квадраты 35 көбейту 35, ол бізде 225 ұсайтылған. 18, 12 и 4 керек бола ма еще? Так, 18 көбейту 48, 64, 8-ге 6, 14, 32, так, 864 дейді. 1225, 864, мұнда 1, 12-ден 61, 11-ден 8, 361. Бұл 19-дың квадрат ол керек, 19-ның квадрат. 361. 35 қосу азайту 19 бөлінген 2 көбейтілген 18 бұл Т1 Т2. 2 жауап. 35-ке 19-ды қоссам, 35-ке 19 ол бізде 54 көбейту 18. Яғни 2-ден 3 шығады екен. 18 бен қысқарып кетсе 2-ден 3. Келесі. Азайтсақ 6 көбейту 18. Так. Байынан 4-ке қысқартып жерейін. 4-ке қысқартсам 4. Мұнда 9 шығады. 9-дан 4. Енді біз бұларды шығарғаннан кейін, тының жауаптарын тапқаннан кейін, біз не істеуіміз керек? Қайтып орнына қойымыз керек. 2-ден 3-тің x дәрежесі тең 2-ден 3-ке, бұдан түсінікті x тең, яғни 1 дәрежесіне ға. Екеуі негіздері бір дейді, демек x тең 1. Келесі, 2-ден 3-тің x дәрежесі тең 9-дан 4-ке. Ал 9-дан 4 дегеніміз ол 3-тен 2-ның квадраты немесе 2-ден 3-тің минус 2 дәрежесі. Демек x тең минус 2. Сонда бізде 2 жауап шықты. X тең 1 және x тең минус 2 деген жауаптар шықты. Келесі кестеде мектеп оқушыларының шахмат және тоғызқұмалақ ойындарын ойнайтынына қатысты ақпарат берілген дейді. Ойнайды, ойнамайды. Түсінікті ғой. Енді 5-тен 2 бөлігі ойнаса, қалғаны ойнамайды. Демек 5-тен 3 бос ұяшықтан толтырыңыз деді, 5-тен 3 толтырдық. Келесі 4-тен 1 болса, мұнда да солай. 4-тен 3, 0,6 болса, 0,4 болады екен. Енді осы оқушылар арасынан кездейсоқ бір оқушы таңдалды. Таңдалған оқушының шахмат ойнау ықтималдығын табыңыз дейді. Онда бұлай жасаймыз, онда біз сәйкес келетін нені көбейтеміз, 5-тен 2-ні көбейтеміз ойнайтындарға, Бірінші шахмат ойнайды деген мына жерде тұр. Біреуін табамыз, сосын мына жерде, сосын қосамыз. Яғни біз былай жасауымыз керек. 5-тен 2-ні көбейтемін 4-тен 1-ге қосылған 5-тен 3-ті көбейтемін. Так, шахмат ойнайды 0,4. 0,4 дегеніміз ол 5-тен 2. Так.
2-ден 1, 10-нан 1 қосылған 25-тен 6. Так, жарайды, 10-дық бөлшекпен жаза берейікші. 0,1 қосылған 0,24, онда жауап бізде 0,134 болады екен. Бұл Б пунктінің жауабы болды. Енді алдыңғы жаңағы не деп айтушы еді, ағаш деп айтушы еді. Иә. Соған назар аударайық, соны пайдалануымыз керек. Онда бізде мынандай нәрсе, бізде былай болды. 5-тен 2-сі ол бізде не? Тоғызқұмалақ ойнайтындар. И одан тағы ары қарай бөлінеді. 5-тен 2-ден. Мынау 5-тен 2-ден. Мына жерде 5-тен 3. Бұл тоғызқұмалақ ойнамайтындардың ішінде де тағы бар. Бұның ішінде шахмат ойнайтындар 4-тен 1 болса, мынау 4-тен 3 болды. Мынау 0,4 болса, мынау 0,6 болды. Енді қарайық. Бірінші былай дейік. Яғни біз тоғызқұмалақ ойнайтынға қарайық. Ойнайтын тоғызқұмалақ және шахмат ойнайтын. Тоғызқұмалақ минус дейік. Шахмат бірақ плюс ойнайды. Бізге былай тоғызқұмалақ ойнайтын және шахмат ойнайтынның ықтималдығын жаңа былай есептейміз. Яғни 5-тен 2-ні көбейтеміз 4-тен 1-ге. Барлық шахмат ойнайтындарға бөліп тастаймыз. Яғни m бөлу n ғой. P ықтимал, P тең. Ондай болса, шахмат ойнайтындардың ықтималдығын бағана біз есептедік. Ол 5-тен 2 көбейту 4-тен 1 қосу 5-тен 3 көбейту 0,4, яғни 5-тен 2. Так. Енді осы жерден бағана бізден 0,134 шыққан болатын. 0,134 шыққан болатын. Мұнда біз қысқартып жүрсек. Так. 10-нан 1 бөлу 0,34. Так, былай жазайық. 100-ден 34 немесе 100-ден 34 немесе 50-ден 17. Мұнда 1. Так, мұнда қысқартып жүрсек. Он 17-ден 5 деген жауап шығады екен. Ары қарай кеттік. Так, берілген есеп, байқап тұрғандарыңыздай, екеуі бірдей болып тұр, синус, бірақ мынада квадрат бар. Демек, синус бөлу 2 минус пи бөлу 4 дегенде бір т деп жаңа айнымалы енгізейік. Онда т квадрат минус т кішіне тең 0. Енді т-ны жақшаны сыртына шығарып жіберем. Т минус 1 кішіне тең 0. Бұны интервалдар әдісінде 0 және 1 деген нүктелерді салам. Плюс, минус, плюс. Нүктелерім боялған. Маған керек минус аралық, яғни 0-ден 1-ге дейін. Онда менде бұлай шығады деген сөз. Яғни қайтып орнына кеп қойсақ, синус x бөлу 2 минус пи бөлу 4, бұл 1-ден кіші немесе тең, және 0-ден артық. Немесе қос теңіздік түрінде жазсаңыз болады. Бірақ мен жүйемен жазайын деп шештім. Так, енді, яғни теңсіздіктердің қиылыстыру керек, жауаптарын. Олай болса, так, бізде қалай еді? X бөлу 2 минус пи бөлу 4. Так, бізде жалпы былай ғой. Шеңбер салып қойғыш. Синус, мысалға, синус т дейік па, синус а дейік па, бәрібір. Синус x ол егер 1-ден кіші болса, ол нені білдіреді? 1-ден кіші деген сөз, яғни оның барлық мән етекті барлығы 1-ден кіші ғой. Демек, бірінші өрнектің жауабы
яғни r деген сөз, кез келген санында, x-тің кез келген санында ол бірден кіші болады. Яғни біріншісі r деп айтуға болады. X тиісті r деп. Екіншісінде біз былай жазамыз енді. 0-ден артық дейді. Енді біздің синустың мәндері ол жалпы немен байланысты еді? Осы ординатамен байланысты. Енді ординатадағы 0 ол мына жерде тұрады. Дұрыс па? Демек, мына жерде екі жауап пайда болады. Ол 0-де және мұнда пи деген градуста екі жауабы пайда болады. Енді бізде осы 0-ден үлкен болу керек. Үлкен деген сөз жоғары жақтары, үстіңгі жақ деген сөз. Демек, жоғарғы жақ боялу керек деген сөз. Синуста не жоғарғы жақ, не төменгі жақ деп айтамыз, Осы 0 деген сызықтың жоғарғы жағы боялу қажет дегенді білдіреді. Демек, біз көріп тұрғанымыздай жауап 0-ден пиге дейін болу керек. Және периодын біз 2πn деп алайық, Сонда 2πn-нан, 2πn-ны x бөлінген 2 минус π бөлі 4 неге дейін болып тұр бізде? 0 дедік, мынау π деп айттық. π қосылған 2πn-ға дейін. Жарайды, мынау r болғандықтан, онда мынау ғана жауап деген сөз ғой. Жалпы бір теңсіздік қана болып қалды ғой. Онда x бөлінген 2, енді π бөлінген 4 дегенді біз плюспен жүрейік. Сонда π бөлінген 4 қосылған 2πn. Онда π қосылған π бөлінген 4 қосылған 2πn. Сонда π бөлінген 4 қосылған 2πn. π-ға π бөлінген 4 қоссақ, 5π бөлінген 4 қосылған 2πn. Негізінде жерде n тиісті зетке деген барлық жерде жазылып тұру керек қой. Так, енді мына бөліміндегі 2-ден құтылу үшін көбейт жүрейік 2-ге. Сонда π бөлінген 2 қосылған 4πn x да 5π бөлінген 2 қосылған 4πn тиісті зетке. Сонда жауап жазылады бізде былай. X тиісті π бөлінген 2 қосылған 4πn и 5π бөлінген 2 қосылған 4πn n тиісті z-ке. Ары қарай кеттік. Бізде былай дейді. Логарифмдік теңсіздік беріліпті, Логарифмдік теңсіздікте бізде ммж-ны жазып қойық. ммж. Немесе анықтау облыс дейсіздер ма, білмеймін. X квадрат минус 3x плюс 4, аргумент бізде артық 0-ден болу қажет, Сосын, бірден осы жерге жүйе ретінде жазып кете берейік. Бізде былай болады екен. Логарифм бірінші сыртындағы логарифмнің несі бойынша жазайық, Мынау жалпы логарифмнің 3-тен 1-дің дәрежесі, мына жерге жазып қойықшы. Логарифм мысалға а негізді b деген сөз, тең c болса, ол b дегеніміз a-ның c дәрежесі деген сияқты ғой. Дәл солай жасап тұрмыз. Яғни x квадрат минус 3x плюс 4 бөлінген x минус 1. Және де мынандай нәрсені ескерейік. Мынау логарифм 3-тен 1 ғой, ол 0 мен 1-дің арасында жатса, теңсіздікті ауыстырамыз, артық деп аламыз да. 3-тен 1-дің 0 дәрежесі, 3-тен 1-дің 0 дәрежесі, ол бізде 1-ге тең болады екен. Так, ары қарай кеттік. X квадрат минус 3x плюс 4 бөлінген x минус 1 артық 0-ден. Енді тағы да 1 болды ғой, 2-ның 1 дәрежесі деп жазаймыз. X квадрат минус 3x қосылған 4 бөлінген x минус 1 артық 2-ның 1 дәрежесінен. Так, бұл бізде бұлай. Жіктеп, енді интервал әдістермен шығарып тастаймыз. Бізде қалай болады? X квадрат минус 3x қосылған 4 дейді. Айтпақшы, мынаны біз ортақ бөлім келтірген жоқпыз. X квадрат минус 3x қосылған 4 ол бізде жіктеледі негізі.
түбірлері 4 пен минус, жоқ, 4 пен минус 1 келмейді екен. Так, 9 минус дискриминанты 9 минус 16. Бұл жерде олай болмайды екен. Дискриминанты 0-ден кіші. Демек, бұл жіктелмейді, да? Жіктелмейді. Енді екіншісін қарайық. X квадрат минус 3x қосылған 4. Мынау минус 2x болады. Маған x минус 1-ден берем ғой. 2x былай болады. X минус 1-ден бердім. X минус 1 артық 0-ден. Так, арғарай кеттік. Жаңа айтып кеттік, бұл жерде алымынан саны шықпайды екен. Ал бірақ бәрібір бөлімінен сан шығып тұр ғой. Енді қарайық. Мұнда минус 2x дегеніміз x квадрат минус 5x. Так, плюс 4 плюс 2, ол бізде плюс 6. X минус 1 артық 0-ден. 3x плюс 4 x минус 1 0-ден. Так, енді бізде байқағанымыздай алымы енді жіктеледі. X минус 2, x минус 3. X минус 1 0-ден. Так, енді байқағанымыздай бұл жерден тек 1 деген ғана жауап шығады. Енді дискриминант 0-ден кіші деген сөз жауабы жоқ дегенді білдірмейді теңсіздікте. Яғни ол жерде просто біз түсінікті сандарды қойып анықтауымыз керек. Ал бірақ x квадраттың коэффициенті плюс болғандықтан алымынан тек қана плюс жауаптар шығады дегенді білдіреді. Тек бөліміне санды қойсақ жеткілікті. Онда 2 плюс минус. Енді 1, 2, 3 деген жауап шығады екен. 1, 2, 3. Енді байқап тұрғанымыз, таңбалар ауыз отырды. Плюс, минус, плюс, минус. Так, бізге плюс аралықтар керек. Қиылсырақ жауаптарды. Так, былай кетіп жатыр. Онда бізде қиылсырсақ 1-ден 2-ге дейін. Дейін бірігуі 3-тен плюс x-ке дейін болады. Так, арғара кеттік. Теңдеуін шешіңіз дейді. Енді так, былай жасағым келіп тұр. Косинус квадрат, синус квадрат 8x. Былайынан жазғым келіп тұр. Косинус квадрат 8x қосу косинус квадрат 8x. Қосу синус квадрат 8x. 4 синус 8x. Плюс 3 тең 0. Енді мұна екеуі бірді береді маған. Бір қосылған синус квадрат 8x. Жоқ. Шатасып отырмын. Мұнау мен мұнау бірді береді. Мына жерде косинус қалды екен. Косинус квадрат 8x. 4 синус 8x қосылған 3 тең 0. Енді косинус квадрат 8x дегенде 1 минус синус квадрат 8x деп алайық. Так, минус синус квадрат 8x. 4 синус 8x. 2-ге 3 алсам, онда 5 тең 0. Енді синус 8x дегенді т деп алайық. Және минустан құтылайық. Онда т квадрат минус 4т минус 5 тең 0. Енді бұдан 2 жауап шығады. Т-дан түрлері. Бұл бізде 5 және минус 1 деген жауаптар шығады. 5 және минус 1. Енді теңестірейік. Синус 8x тең 5 дегеннен жауабы жоқ екен түсінікті. Өйткені
синустың мәндері минус 1-ден 1-ге дейін, иә? Енді синус 8х тең минус 1 дегеннен жауап. 8х тең бізде қалай? Бұл жерде жауап. Негізі синус теңдеу болған кезде минус 1-дің n дәрежесі деген болушы еді. Бірақ именно осы мәндерде бізде ондай жоқ, иә? Минус 1 дегеніміз, так, ол бізде 3π бөлу 2 немесе минус π бөлу 2. Минус π бөлу 2 қосылған 2πn болады, иә? 2πn, n тиісті z-ке. Так, сонда 8-ге бөліп жасақ, минус π бөлінген 16 қосылған πn бөлінген 4-ке, n тиісті z-ке. Осы бізде жауап болады екен. Так, 24. Интегралын x плюс 2 тең t квадрат жаңа айнымалысын енгізу арқылы табыңыз дейді. X плюс 2 dx интеграл. X плюс 2 t квадрат болса, онда x квадрат қосу 4x қосу 4 дегенім ол t-ның 4-ші дәрежесі болады, дұрыс па? Мынаның екі жағын квадраттап жүрсем. Онда егер дәл осыдан 4x, 4 қана ерекше болып тұр, одан 3-ті азайтсам, менде жақшаның іші шығады екен. Яғни t-ның 4 минус 3, мұнда түбірасты былай қойғыш, t квадрат. Енді қараңыздар, dx дегенді қалай жазаймыз? dx дегеніміз осы жерден жасасақ та болатын шығар. X плюс 2 так тең t квадраттың туындысы dt десек. Онда так. Жоқ, бұлай айтайық, x так, x тең t квадрат минус 2 десек, онда dx тең t квадрат минус 2-ның туындысы dt болады, осындай ғой. Так, онда бізде dx тең мынаның туындысы бізде 2t болады. 2t dt. Мына жер қоямыз. Көбейту 2t dt. Біз замена жасадық. Так. T-ның 4 дәрежесі минус 3. Енді ана жерден көбейтілген 2t квадрат dt. Так. 2t квадрат dt. Енді жақшаны ашып жүре салайық, сол оңайырақ сияқты. Сонда 2t 6 минус 6t квадрат dt. Енді дәреже функцияда біз дәрежесіне 1 қосамыз, бөліміне соны жазамыз. t-ның 7 бөлінген 7 минус 6t-ның кубы бөлінген 3. Так, қосылған c бар, еще. Біз енді қысқарып кетеді екен, сонда 7-ден 2 t-ның 7 дәрежесі 2t куб қосылған c. Енді орнына қояйық. Сонда бізде заменамыз x плюс 2 болды ғой, ол t квадрат болды, біз осы жерден жазып болуымыз керек екен ғой. T дегеніміз ол бізде түбірасты x плюс 2 болады деген сөз. Орнына қоямыз онда. 7-ден 2 түбірасты x плюс 2-ның 7 дәрежесі азайтылған түбірасты x плюс 2-ның кубы, түбірастында. Сыртына шығарсаңыз да болады. Қосылған c болады екен, жауабы. Тек fx тең. Так.
параболасымен А4-те 0 мен Б0-де 4 нүктелер арқылы өтетін түзумен шектелген жазық фигураның ауданын тап дейді. Так. Параболаның нөлдері, төбесін туралы айта салайық. Нөлдері, так, x-ті шығарып жіберем. Сонда 4 минус x, е. И минус x квадрат болғандықтан парабола төмен қарайды деген сөз, е. Так, ол... Так, мынау 0, мынау бізде 4, мынау бізде 2. 2-де 2-ні қойсақ, 8-ден 4 тастым, 4 болады екен. Мынау 4. Осындай бізде парабола болады екен. Енді бізде байқағанымыздай 4-те 0, 0-де 4 деген өзі осы нүктелер екен ғой. Так, мынау бізде қалай кетті? 4-те 0 және 0-де 4-те 0, 4-те 0 және 0-де 4. Так, 4-те 0 деген міне мынау А және 0-де 4 деген мына точка бізде В болады екен, е. Тілері арқылы өтетін түзу дейді. Осыдан өтетін түзу. Міне, осындай өтетін түзуіміз бар. Сонымен шектелген фигураның ауданын тап дейді. Бірінші бізге осыны анықталу керек екен. Екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуі керек екен. Так, олай болса, мұнда x минус x1 бөлінген x2 минус x1, y минус y1 бөлінген y2 минус y1 деген формулаға қойық. Так, бізде x азайту 4 бөлінген 0 азайту 4 тең y азайту 0 тең 4 азайту 0. Онда менде не шығады? X минус 4 бөлінген минус 4 тең бөлінген 4. Онда y тең. Так, мына екеуі қысқарып кетеді. Минус x плюс 4 деген жауап шығады. Осындай жауап шығады екен. Онда осы екі түзудің арасындағы бөлікке біз байқағанымыздай міне. Мына бөлік керек болса, мына бөлік керек қой яғни. Онда бізде парабола менен арасындағы бөлік керек болса. Парабола жоғарғы жақта жатқаннан параболадан азайтуымыз керек деген сөз. Онда мен былай жазуым керек. 4x минус x квадрат азайтылған минус x плюс 4 па? Азайтылған минус x. Азайтылған минус x, ол қосылған x минус 4 болады екен. Вот осындай интегралын табуым керекпін. Так, шектерін анықтау үшін мен бұны теңестіруім керек еді. Теңестірейік онда. 4x минус x квадрат тең минус x плюс 4. Так. 5x, мына жерде де жазамын қазір, 5x минус x квадрат минус 4 болып тұр, бітек. Онда бізде x квадрат плюс қуалсам, онда минус 5x болады, плюс 4 болады екен. Тең 0. Бұдан түсінікті, что 4 пен 1 деген жауап шығады екен. Онда 1 мен 4 деп алайық. Интегралын тапсақ, Так. Интеграл. Сонда 5x квадрат бөлінген 2, x куб бөлінген 3, 4x болады екен. И 1-ден 4-ке дейін. Бірінші 4-ті қойып алайық. 4 көбейтілген 4. Енді 1-ді қоямыз. 5 бөлінген 2. 3-тен 1. 4. 16-ны 2-ге бөлсем 8. Онда 40. 64. Так, 2-ден 5. 3-тен 1. Қосылған 4. Так. Енді 3-тен 64, 3-тен 1, 63 болып қалады, минус
3-тен 63 ол 21 болады екен. Минус 21 болады екен. Минус 21. Сонда 40 минус 21 минус 16 плюс 4 минус 2,5. Так. Мына екеуі 37. 37. 40-тан 37-ні азайтсам 3. 3-ке 4 7. 7-тен 2,5 бастам. Жарым, ол менде 4,5 болады екен. Яғни 4,5 квадрат бірлік болады екен.